Бобби мен Билл. Әбігерге түсірген иттер. Өзіңді әдепті ұста, Лулу. Оған бас көз болуға келіскенің үшін көп рахмет. Оны көп ұзамай алып кетем. Жарайды, жүріңдер. Біз уақытты көңілді өткіземіз. Сау болыңыз. Рокет, жүр ғане. Рокет, мына жаққа. Ей, Аксел, сәлем, не боп қалды? Атпен жүру сабағым бар еді. Онда итті кіргізбейді. Рокетті үйге апаруым керек. Мен өлсем де үйде жалғыз қалмайым. Мен өлсем де үйде жалғыз қалмайым. Ей, қаласаң оған мен қарай тұрайын. Сабақтан кейін менің үйімнен алып кетерсің. Рахмет, Бобби, сен өте ақылдысың. Кездескенше, достар. Жоқ, Аксел. Жоқ, Рокет, тоқта! Жоқ, Аксел. Тоқта, Рокет! Тоқта! Ой! Бұлай тұр жолымнан. Қолынан не келетінін көрсетейін саған. Рокет! Қашқанды доғар! Ей, қатарымызда қалма, әйтпесе сазайыңды берем, ұқтың ба? Жарайсың, Билл. Рокет, ақылға кел. Сәлем, достар. Қолдарың қалай? Ей, бұлқылап қой! Тағы бір ит қосылды ма? Мұна қыршаң қит пе? Қыршаң қит дейсің бе, қайда бол? Сен сода мен айтып тұрсың ба? Үстіңнен жағымсыз еш шығып тұр. Қане, тынышталыңдар. Сендерге қосылсам бола ма? Әлбетте, көп болсақ тіпті жақсы. Солармен бірге ойна. Аксел де солай айтар еді, жарайды. Өзің жақсы ит екенсің. Сәлем, Бобби. О, сәлем, Джули. Сәлем, мен. Менге қарай тұрасың ба? Онымен бірге серуенге шыққан едім. Кенеттен виолончель сабақ есіме түсіп кетпесі бар ма? Жоқ, кешірш. Онсызда 4 бірдей итке бас көз болудамын. Жақсы, түсіндім, өкініштақ. Сабағымды кейінге қалдыруыма тура келеді. Жарайды онда. Рахмет, Бобби, сен кереметсің. Кездескенше. Сонымен бұл істі қолға алуым керек. Қараңдаршы, бізге кім келгенін. Сәлем, достар. Мені, сен кешіктің. Сөзіме құлақ салыңдар. Үйге кірулеріңе болмайды. Билл, сен бұған жауаптысың. Құп болады, капитан Бобби. Сенің орынбасарың болайын ба, мен туа біткен көшбасшымын. Мен туа біткен көшбасшымын. Әлбетте. Рас па? Қане көрейік. Рокет жат. Жарайсың. Туа біткен шәкіртке көбірегі ұқсайды. Өте күлкілі. Жақсы, күлкіге әбден қарық болдық енді. Жарайды. Жақсы, бұл менің сүйегім. Еш қайсын тиіспеңдер. Түсінікті ме? Сендерге жүрек жалғайтын бірдеңе әкелем. Иә, тамаша. Жақсы болды. Жақсы болды. Үстімде бүргелер бар еді, қазір жоқ. Мұның не, бүргелеріңді оған жоқтырдың ғой? Бірге жоқтыра ойынын кім ойнайды?
Жақсы түсіндім. Ойын басталды. Мен келе жатырмын. Маған жақындаушы болма. Жақындама. Ей, шығыңдар үйден. Шық дедім ғой. Ой. Мен сендерге үйден шығыңдар дедім. Қане дереу кейін қайт. Шық сыртқа. Тездет, әйтпесе түскі астан құр қаласың. Жарайды дегенің болсын. Жақсы, енді қалғандарын тауып алайын. Міне, біреуі табылды. Аха, мұнда ешкім жоқ, кеттік. Тамаша. Көмегіңе рахмет, Билл. Дереу сыртқа шығыңдар. Жоқ, қане сыртқа шық. Кет дедім. Ой. Өтінем, Билл, көмектесші маған. Ой, керемет. Лапшеңді енді біргелер маған жұқты. Қап, ой. Жарайды, бәрін өзім жинастырам. Ай, жоқ! Шығыңдар дереу далаға! Кетіңдер дедім ғой! Әбден мезі болдым. Бобби әбден титықтады бәрі сендердің кесірлеріңнен. Ақмақтықты доғарыңдар. Жарай ма? Жарай ма дейм? Достар, бұл менікі. Сендер де оны көріп тұрсыңдар ма? Жоқ, капитан. Мысықпен тышқан ойынын ойнауға қалай қарайсыңдар? Бұл әділетсіздік. Ой, жоқ. Әділетсіздік. Мұнда не болып жатыр? Жоқ! Жоқ! Иттерді суқаным семейді. Қолдарыңнан келсе қуып жетіңдер, жол болмақылар. Ой. Қоршау қалынды, капитан. Мяу! Өздерің сүйкімді. Жақсы екенсіңдер. Жоқ! Мяу! Капитан! Ой, Құдайға шүкір, дін аман екенсің. Әлгі иттердің дауысын естіп, сені бір қиындыққа тап болған шығар дедім. Мяу! Ай, Құдайым-ай, неге кенеттен үсті басым қышай бастады? Бәріңді саябаққа апарам. Бір күннің ішінде осы маңның ойран ботқасын шығартыңдар. Жарайды, жүріңдер. Қане қимылдаңдар. Әйтеуір тыныштық орнады. Менің ішім пысты. Қоқыстарды ақтаруға қалай қарайсыңдар? Түф! Маған одан да жақсы ой келді. Құлағым-ай!
Ай, құдайым-ай. Ай! А! Доғар! Мен ақылымнан ал жастырайын дедің бе? Оларды қуантуға тырысып жүрміз, ал ол болса бізге дауыс көтеруде. Ой, Оған ешқашан жақпайсың. Осы тойғанымда жетер. Мен кетем. Мен де. Жоқ, тоқта! Олар қайда бара жатыр? Ей, кейін қайтыңдар. Биыл оларды қайтар, тезірек. Иә, мырза. Ой, сымдығай. Бил, мен, қайдасыңдар? Олар еш жерден көрінбейді. Бил, олар осында ма? Жоқ, ешкім жоқ. Бұдан бұлай иттерге бас көз болмайым. Ей, Бобби. Жоқ, енді оларға не айтпақпын? О, маған бір ой келді. Барлықтарыңа дәмді сүйегім бар. Жарайсың, Бил. Мен Рокет. Ақыры бізбен бөлісуге ұйғардың ба? Бөліспейм. Жоқ! Соңы фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша